Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ең оңай, ең тәтті болып шығатын чак-чактың рецептісімен бөліскім келеді. Шайға міндетті түрде жасап көріңіз. Жұмыртқаның үстінен шым-шым тұзды салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен ұнды қосамыз. Одан соң қопсытқыш немесе ас содасын салуға болады. Салып, жақсылап араластырып, қамырымызды илейміз. Қамыр бізде тығыздау болып шығады, қаттылау болады, кейін тыңғаннан соң кішкене жұмсарады. Қалтаға салып 5-10 минуттай шамасында солай қалдырамыз. Енді қамырымызға ұн сеуіп, барлық жерінен осылай басып, айналдырып қамырымызды жайып шығамыз. Ең соңғы қабатына кішкене ұн сеуіп, қамырымызды тағы да осылай қолымызбен 5-6 мәрте жайып жібереміз. Бұл біздің кейін қамырларымыз жабысып қалмас үшін қажет болады. Ал енді қамырымызды ұзыншалап кесіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңызда қалыңдығы осындай болды. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Енді кескен қамырларымызды осылай бір-бірінің үстіне 5-6 қабаттан қойып шығамыз. Одан соң ғана 4 бұрышты етіп қамырларды кесіп шығамыз. Дәл осылай кессеңіз бір-біріне жабыспайтын болады. Сонымен біздің қамырларымыз дайын. Ал енді майымызды қыздырамыз отқа қойып, үстінен чак-чактарымызды, қамырларымызды салып, осылай шалғымен қозғап тұрып, қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып болғаннан соң сүзіп алып, кесеге салып, майын кішкене сүзгітіп аламыз. Барлық қамырымызды дәл осылай пісіреміз. Ал енді бетіне әселімізді дайындаймыз. Әселді отқа қойып, ерігенше қыздырамыз. Осылай көпіршіген уақытта шамамен 3-4 минуттай түсі өзгергенше жай отта тағы да қойып алатын боламыз. Міне біздің әселіміз дайын болды. Енді оттан алып, қалауыңызша макты салып, жақсылап араластырамыз. Қоспасаңыз да болады. Ал енді чак-чактың үстінен құямыз. Осылай ыстық күйінде тез қататын болғандықтан тез араластыру қажет болады. Астынан жоғарыға қарай жақсылап араластырып, барлық жеріне жеткізіп шығамыз. Сонымен чак-чак дайын. Енді қажетті ыдысымызға салып, шайға бере берсек болады. Өте оңай, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ас болсын. Видео рецепт ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сау саламатта болғай.